Баршаңызға сәлем, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен дәл осындай өте дәмді әрі жұмсақ қалпын жоғалтпайтын бір жасағаннан шығатын венские вафлидің жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, арнамнан алыстамай каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды. Ендеше рецептіні бастайық. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды және де шекерімізді салып, миксердің көмегімен видеодағыдай аппақ болып көпіргенше араластырып дайындап алатын боламыз. Содан соң қыздырып алған ерітілген сары майымызды да жақсылап құйып араластыратын боламыз. Енді жұмсақ қалыпты сақтап тұратын вафлиіміздің ең басты фишкаларының бірі йогуртымызды қосатын боламыз. Бізге осылай бір дана йогурт жетеді. Оны да жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң алдын ала електен өткізіп дайындап алған ұнымызға қопсытқышымызды салып, құрғақ массамызды бір араластырамыз да, сұйық массамызға бөлікке бөле отырып, қосып біркелкі масса шығаратын боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, құрамын көбейтіп немесе азайтып жасай берсеңіздер болады. Оңай, әрбір жасағаннан шығатын рецепттердің бірі. Үнемі балапандарыма осы рецепт түрімен жасап беремін. Ең үздегілерге де барлығына ұнайтын керемет вафлилардың бірі. Енді бізге осындай мультипечка қажет болады. Печкамызды алдын ала қыздырып, және де осылай көздеріне 1,5 қасықтан толтырып сала отырып, жан-жағына жағып, жеткілікті етіп вафлиларымызды пісіріп алатын боламыз. Осылай кезекпе-кезек барлығын пісіріп шығатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет вафлилардың бірі. Менің арнамда көптеген қолжетімді заттармен жасалынатын ыстық тағамдар, салаттар, тәттілер және де тіске басарлардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, жанында тұрған қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімнің алғашқы көрермені боласыздар. Мінекей біздің вафлиларымыз дайын. Енді өз қалауыңызша безендіріп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Ас болсын. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.